Астана қаласында сол жағалауда, жағалау деген район бар. Сол жерде 2021 жылы бір квартира сатып аламыз деген шешім қабылдадық. Ол ақшаны ұзақ жинадық. 21 жылға дейін енді біз андай керемет ақшамыз көп, сондай отбасы болған жоқпыз. Бірақ сонда да жинадық. Жинап қойған 15 миллион теңгем бар болатын. 21 емес, 22 жыл ғой деймін, қателеспесем. Содан кейін Астанаға әйелім екеуміз келіп, квартираны іздедік. Сөйттік те бір әртүрлі застройщиктарды қарадық, солардың барлығынан қарап жүріп, бір бөлмелі квартираны сатып алуға жөн көрдік. Ол жерде құрылыс компаниясы мынандай сөз айтты бізге: бағасы 15 миллион бір бәле тұрады, сен қазір сатып алсаң оны 14 миллион теңгеге береміз. Егер де 20%-ын төлесең де болады, қалғанын кейін төлесең болады. Ол кезде 3 миллион төлейсің, бірақ бағасы 15,5 миллион ба, сондай кішкене қосылады деп айтты. Бірден шешімді қалай қабылдадық? Мен ойладым, егер де қазір сатып алсам 14 миллион салуым керек болады, егер де мен қолымда 15 миллион бар ғой, 1 миллион теңге үнемдеп қаламын. Егер де мен бірақ 20%-ын салсам, содан кейін ол дайын болатын уақыты где-то 1,5 жылдың ішінде өзің салған ақшама депозитке салып қойсам, сол 12 миллионның үстіне тағы да примерно 1,5 миллион теңге қосымша табатын едім. Яғни үнемдегенім қатты ойнамай қалады. 1,5 жылдың ішінде тіпті жақсы болады деп ойладым да 3 миллион теңгені салдым, 3 миллион 200 мың салдым, қалғанын ұстап қалдым да депозитке салып қойдым, жартысын облигацияға салып қойдым. Облигация вообще 20% береді, сөйтіп арасында сол 1,5 жылдың ішінде примерно 2 миллион теңге плюста болуым керек болған. Бірақ бір жаман жері квартира салынбай қалды. Содан кейін енді қазір міне қолымда документі бар, солармен 3 жыл өткенде соттассам ба деген жоспарым бар. Көреміз, енді соттассам бұйыртса 3 миллион 200 мың теңгемді қайтарып алармын, қайтарып ала алмай жатсам тағы да көреміз. Бірақ жалпы бұны мен не айтқым келіп тұр? Жаңағы ақшаны 3 миллион емес 15 миллион теңгені салсам, мен барлық ақшаны жоғалтатын едім. 3 миллион теңгені салдым, сонда да 3 миллион 200 мың теңгені тоже жартылай жоғалтып тұрмын. Бірақ осы жерде жаңа застройщикқа мені ешкім мұрнымнан жетектеп апарған жоқ. Кезінде банданы қуған Хамит те бар еді ғой, мұрныңнан тесіп жетектеген деп Құдыр айтатын оған, сол сияқты мұрнымнан тесіп жетектеп мені ешкім апарған жоқ. Басыма пистолет тақап, осы жерден ақшаны салсаң сал, салмасаң болмайды деп ешкім апарған жоқ. Мені ешкім қинаған жоқ. Мен өзім мүмкіндіктер көп болды, варианттар көп болды. Солардың ішінен тұрдым да, біреуін таңдап алдым. Біреуін таңдадым да, барып соған ақша салдым. Және ол таңдауым қате болды. Әрине, ол үйді аяқталмаған застройщиктің да кінәсі бар, әртүрлі жағдайдың кінәсі бар, бірақ менің тікелей кінәм бар. Бұны мен айтқым келеді. Көп адам бар да, кедейлікте жүрген адам бар. Кедейлік емес, мысалы жағдай тым кедей болмаса да, әйтеуір қаржының проблемасына кіріп кетіп шыға алмай жүрген адам бар. Сондай адамдар көбісі, барлығы емес, көбісі жан-жақтағы біреуді кінәлауға тырысады. Менің кейбір видеоларымның астында комментарийді қарасаңыздар, анандай сөздер айтылады да: ой, сен инвестиция туралы айта бересің, өзім осындай 200 мың теңге айлыққа әрең күн көріп жүрсем, мен осындай кредитқа ақшамды төлей алмай, жеткізе алмай жүрсем, сен өзіңнің ақшаны жинау туралы, инвестиция туралы байлардың әңгімесін айта бересің деп кәдімгі маған ренжиді да. Немесе осындай мен қиындықта жүрген кезде маған неге көмектеспейді, неге үкімет маған осындай жағдайым жасамайды, неге үкімет Каспий банкты жаппайды, кредитіміз, әртүрлі дүниелерді айтады да. Бірақ олардың ең үлкен проблемасы, олар өздерін кінәламайды, өздерінің жағдайына тікелей өздерінің әрбір шешімдері кінәлі екенін түсінбейді. Сенің айлығың 200 мың теңге ма? Ол тікелей сенің әртүрлі шешімдерінің жиынтығы. Сен мектепте оқысаң, белгілі бір мектептен бастап дұрыс бағытты таңдасаң, тіпті сол айлықта жұмыстан шығып басқа жұмысқа таңдауға, іздеуге кішкене қиындықты көріп, тәуекелге барып, ол тәуекелден өтіп ары қарай шешім қабылдаймын десең, саған ешкім тыйым салмайды. Сенің 200 мың теңге алатын айлығыңа құлағыңнан жетектеп сені ешкім отырғызбайды да. Тіпті кейбіреулер бар, ата-анам осылай айтты деп ата-анасын кінәлайды. Ата-анасына жоқ, мен өзім басқа шешім қабылдаймын десем, оны да ешкім де ұрып тастамайды. Яғни осындай дүниелер бар. Одан бөлек сен кредит алып Каспийді жамандайсың, бірақ кредит, әрине, реклама кінәлі бар, басқасы кінә бар, бірақ сені прям итеріп барып кредит ал деп ешкім мәжбүрлеген жоқ па? Сен өзің шешім қабылдайсың. Төлей алмай жатсың, өзің шешім қабылдайсың. Және осылардың барлығы әдетте біздің өзіміздің шешіміміз. Және осы видеода мен кедейлікке алып баратын
5 түрлі шешім, 5 түрлі әдет туралы сөйлескім келеді. Қазақстанның реалиясында бұл бүкіл әлемге басқасына сай емес шығар. Біздің Қазақстанда айналамыздағы адамдарға қарай отырып, күнделікті көріп жүрген адамдарға қарай отырып, осы 5 түрлі үлкен дүние адамдарды кедейлікке алып барады деп ойлаймын. Сонымен кеттік. Ең біріншісі ол кредитқа көлік сатып алу деп ойлаймын. Кредитқа көлік сатып алу. Ол енді кредиттің әдетте проценттері болады, басқасы болады, бірақ қарайық. Кез келген салонға барыңыз, қазір салондарда көліктер жақсы өтпейді, бірақ Қытайдың машинелерін алатын болсаңыздар, ол жерде кредит 4%-пен, немесе рассрочкамен тағы да басқа кредитқа сізге ұсынады. Содан кейін сіз ойлайсыз, жақсы екен, осы салоннан осы бір машинені алайын дейсіз да кредитқа алып аласыз. Енді қараңыз. Әдетте Қазақстанда қазір танымал, қазір екінің бірі кредитқа машина алып, Қытайдың машинасын бәрі айдап жүр да. Енді қарайық. Қытайдың машинасы Қазақстанға келіп жатқанына қанша 2022-ден бастап па танымал болған, 2022-ден бастап танымал болып жатыр. Енді қарайық. Toyota Camry'ді алайықшы, немесе Lexus'ты алайық, немесе Hyundai, Kia, кез келген машинаны алайық. Қазақстанда жүргеніне 10-15 жыл болды, 20 жыл болды. Енді қарайық. Ол машина бұзылса не болады? Кез келген S100-ға барасыз, Toyota'ны да басқаны да олар жөндей алады. Бір, екіншіден оларда запчастьтері барлығы да бар, оларда в наличии тұр да. Қытайдан келген күт тағы да басқасын айтпайды. Оны білетін специалисттер да өте көп, потому что біздің нарықта 20 жыл жүр. Кейін оны сатып жіберем десең, біз қарай аламыз, мысалы қазір Kia Caves делік та, Kia немесе Optima. 5 жылдан кейін сатам деп ойласаңыз, 5 жыл бұрынғы Kia Optima қазір өте ме, өтпей ме, соны біз зерттей аламыз. Ал енді қарайық, альтернатив түрде бір Қытайдың машинасын алдыңыз. Ол бұзылып қалса не болады? Сіз сервис центрларды іздейсіз, немесе өзінің тек қана ресми сервис центрына апарасыз. Ой, гарантиясын сенесіз, гарантиясы 3 жыл. Нормальный машина 3 жыл жүрмеу керек қой, нормальный машина кемінде бір 7-8 жыл жүру керек, жарайды, барасыз. Енді ондай сервисный центр S100-лар көп болмағандықтан, олар қымбат сіздерден ақша сұрайды, во-первых. Запчастьтері дейтін, енді қарайық. Ол жерде S100-лар көп болу үшін сол машиненің нарығы үлкен болу керек. Қытайдың машинесі жаңадан келіп жатқандықтан, оны айдайтындар дейтін тым көп емес, бұзылса да жаңадан бұзылып жатыр. Олардың нарығы үлкен емес, яғни олар қандай запчастьтер ең қатты өтеді, ең қатты өтпейді. Яғни бизнес запчасті сататын бизнес процесс оған әлі жетпейді. Яғни в наличии жоқ, тұрасы да оған ұрынасыз. Бұны не айтып жатыр, не үшін айтып жатырмын? Кредитқа машина аласың да, во-первых, өте мұқият келу керек. Жаңа нарықтан, жаңа заводтың жаңа машинасын кредитқа мен ешқашан алмайтын едім, себебі оны қайта сата аламын ба, қанша бағамен сата аламын білмеймін. Зикрларды қазір қараңыздар. Қытайдың қандай машиналарын қараңыздар, кредитін досрочно жабады да, машинасын сатамай жүрген қаншама адам бар да. Ондайды жасауға болмайды. Екіншіден, кредитқа машина алу деген не? Ол машинаны сатып алатын сенде ақша жоқ дегенді білдіреді. Ол машинаны сатып алатын сенде ақша жоқ па? Демек сен оны алдын ала болашағынан ұрлап сатып алып жатсың. Болашақта еркебұланнан ақшаны ұрлап сатып алып жатсың. Бірақ салондардан кредитқа сататын машиналар қалай? Егер де сен наличкаға алатын болсаң, бағасы 15 миллион теңге, кредитқа алатын болсаң, бағасы 18 миллион теңге, бірақ 4% деп бізде дейтін осындай проценттің ішіне қосып жібереді да. Ол дегеніміз, сіз алдын ала дұрыс емес сделкаға кіріп жатсыз, ертең сол капиталды сақтай алмайсыз деген сөз. Кредитқа менің ойымша қай кезде машинаны алуға болады? Ол бір вторичкадан мүмкін алуға болады, жақсы машина тапсаңыз, ол жерде экспертность болса, бірақ екіншіден ол машина сізге реально керек болса. Реально керек деген не? Сізге қосымша ақша табатын болса. Қосымша ақша таппайды, просто мен осындай жерде жұмыс жасаймын, жұмысыма барып келгенге керек, таксиға итақта құртып жатырмын. Жоқ, сіз таксиға итақта құртып жатқаныңыз, оның кредит қалған машинеңізге жетпейді. Сіз ай сайын кредиттің ақшасын төлейсіз, машинаның бензинін төлейсіз, анда-мында бұзылатын S100-сын төлейсіз, тағы да басқа да. Кредитқа машина алу ешқашан жақсыға алып келмейді. Машинаны кредитқа емес, наличкаға аласыз ба? Любой машина ала беріңіз. Қытайдікін аласыз ба, басқасына өз ақшаңызға алып жатсыз, ол сізге ешқандай проблема емес. Қазақстанда мен қараймын, адамдарды проблемаға осы кредитқа алған машина қатты тіреп жатыр. Сондықтан бірінші себепке осыны білдім. Екінші себеп көпшілік ойлайды, ақшамен абырой сатып аламын деп ойлайды. Ақшамен абырой сатып аламын деп ойлайды. Қарасаңыздар, кейбір адамдар болады, мысалы ресторанға барасыздар, жағдайы жақсы болмаса да, шоттарыңды өзім жауап бере саламын дейтіндер бар. Шоттарын жауап береді де өзі сосын қарызға ақша сұрап жүреді. Ондай адамды көргенсің бе сен? Жағдайы жетпейді, сондайлар бар. Біреулер бар,
жағдайы жетпейді, бірақ бар жиған терген қымбат киімге салатындар бар. Біреулер бар, жағдайы жетпейді, бірақ iPhone алады, жағдайы жетпесе де, дүние алады, жағдайы жетпесе де осындай машина алады, жағдайы жетпесе де қымбат дүние алады. Тіпті қымбат дүниенің репликасын алады да, мысалы қымбат сағаттың репликасын алады. Реплика деген ол андай емес қой, ол оригинал емес қой, бұзыла береді да, қайтадан алады. Мысалы қымбат наушниктің репликасын алады, қайтадан ала береді. Яғни не істейді? Неге мына iPhone-ды алдың десең, анандай әңгіме айтады, менің дейтін подругаларымның бәрінде iPhone бар. Ұят емес па, басқа телефон ұстап жүрсе? Ондайлар да бар да. Так вот, адам дүниесінің жоғынан ұялады. Меніңше, дүниең жоқ па, оған жағдайың жоқ па, одан ұялатын түгі жоқ. Әрбір адамның өзінің уақыты болады, жағдайын жасайтын уақыты болады. Ол уақыт жетпеді ма, значит, одан ұялудың қажеті жоқ. Одан да неден ұялу керек? Ақымақ шешімдерден ұялу керек. Сен ақшаң жоқ болып тұрып, ақымақ шешіммен iPhone сатып алдың ба? Ұят. Ақшаң жоқ болып тұрып, бренд киім алып жатсың ба? Ұят. Ақшаң жоқ болып тұрып, біреуге ақша төлеп беріп, абырой жинағың келе ма? Ұят. Яғни абырой жинағым келеді деп адамдар дейтін өте үлкен қателіктер жасайды. Мысалы бүйтеді, менің ауылымда біреу папасына машина сатып алып берді. Сосын анам папасы айтады, балам, мен аналар папасына машина сатып беріп жүрген, сен де енді мен де абыройды мақтанып жүрейін да, абыройым жинап мақтанып жүрейін да, ауылда мен де машинамен жүрейін де ойластырсайшы деп. Сосын баласы ойлайды, мен папама не алып бере алмаймын ба? Дейді да, барып кредитқа машина алып береді. Өзінің машинасы кредитта, папасына мен бизнес жасап жүрмін ғой дейді да. Сөйтіп абырой жинағысы келеді. Бірақ папасына машина алып беру деген не ол? Папасына тағы да тамақ сұрап тұратын, тағы бір дүниені, тағы бір мал алып бересің, бірақ малдың бағасы арзандайды, және ол тамақ сұрап тұрады. Бензиннен тағы да басқа шығындар бар ғой. Соның барлығын жасауға тырысады. Яғни мына дүниені түсіну керек. Абыройды ақшамен жинасақ, қолдан ақша кететін момент кез келген адамда болады. Сол қолдан ақша кеткенде бізде абырой да қалмайды. Абыройды мен ойымша басқа дүниемен жинау керек. Елге осындай көмегің тиісін. Мына видеоны түсіріп жатырмын ғой, мен мысалы абырой жинауға тырысып жатырмын да, көмегің тиісін деп жасап жатырмын. Елге тиген көмегіңмен, өзіңнің іс-әрекеттеріңмен, жақсы мінезіңмен, жақсы дүниемен жинау керек. Бірақ біз абыройға ақша жинаймыз дейміз да, шамамыз жетпейтін, абыройды ақшаға жинаймыз дейміз да, шамамыз жетпейтін дүниелерге ақшаны арада берді шаша береміз. Бірақ түсінбейміз да, біздің әрбір шашып жатқан ақшамыз, әрбір ананың счетына төлеп беріп жатқан ақша, керек емес iPhone-ға төлеп жатқан ақша, әрбір керек емес брендтің суретіне төлеп жатқан ақша, ол біздің отбасымыз, әйеліміз, бала-шағамыз, ата-анамыз. Соларға беруге болатын, солардың болашағына жұмсауға болатын ақшаны аузынан жырып алып жатырмыз да, ана абыройға беріп жатырмыз. Көп адам оны түсінбейді, ол айтады, ең жаман сөз. Біздің қай жеріміз кем деген жаман сөз айтады да. Түсінуіміз керек. Сен оны сатып аламағаның сені жаман адам етпейді. Сен iPhone ұстамағаның сені жаман адам, кем адам, басқа адам етпейді. Қатарынан кем болмасын дейді. Қатарынан ақылмен асу керек адам деген. Қатарынан жақсы қабілетімен асу керек. Қатарынан мінезімен, білімімен асу керек. Өзінің іс-әрекетімен асу керек. Жақсы бір жылтыраған киіммен аспау керек та. Сондай жаман дүниелерге біз болмайтын ақшаны жұмсаймыз да, кейін өкініп отырамыз. Кейбіреулер баласына iPhone алып береді да, кейін ақшасы жетпей жатса, ішінен баласын да кінәлап қояды. Әй, осыны iPhone бекер алып бердім, қарап тыныш жүрмейді деп. Сондай дүние болмау керек. Үшінші бізді кедейлікке алып баратын әрекет, ол қызық естілет, адал келген ақшаны ақымақ жолдарға жұмсаймыз. Мысалы, айталық жұмыс жасаймыз. Осы сізде, менде барлығымыз жұмыс жасаймыз ақша табу үшін. Мен мысалы мына видеоны не үшін түсіремін? Мені көбірек адам танысын. Көбірек адам таныса, ары қарай біздің компанияның мысалы консультациялық услугаларын алсын, біздің курсты оқысын, біз туралы білсін, менің инвестицияларым бар, инвестицияларымды реклама жасаймын, ол туралы білсін, әйтеуір ақша табайын деп жасаймыз да. Бір ниетіміз ақша табайын деп, тек қана ақша үшін емес, бірақ бір ниетіміз сол. Кейбіреулер барады да дүкенде сатушы болып жұмыс жасайды, ақша табу үшін жұмыс жасайды. Адал жұмыс қой, барлығы да адал жұмыс қой, енді әрқайсымыз еңбек етіп жатырмыз. Біреулер тұрады да өзінің инстаграмын дейтін дамытады, соны жарнама жасайды. Адал жұмыс, адал дүниені жарнама жасаса. Біреулер соған видео түсіріп береді, адал жұмыс. Біреулер мұғалімдікпен сабақ береді, адал жұмыс. Біреулер құрылыспен айналысады, адал жұмыс. Біреулер әртүрлі инженер, программист, барлығы да адал жұмыс. Адал жұмыс жасаймыз, қолымызға ақша түседі, соны тұрамыз да ақымақ жолдарға жұмсаймыз. Қандай? Қолға ақша түскен кезде басымыз істемей қалады. Кейбіреулер тұрады да ставка қояды. Кейбіреулер тұрады да лотереяға салады. Тіпті лотерея ставкаға қоймаса да кейбіреулер тұрады да керек емес авантюраға салады.
мысалы сіз мынандай сөз естігенсіз ба? Қазір Қазатомпромның акциясына 100 теңге салсаң, айталық, 100 мың теңге салсаң, ай сайын саған 400 мың теңге түсіп тұрады деген. Өтірік қой, мүмкін емес қой. Ол мүмкін болса, өздері кредит алып, соған 100 теңгеден салып, ай сайын 400 мыңнан тауып отырмай ма? Біреуге айтты несі бар, Инвестиция деген ол емес қой. Инвестиция деген ол жылына доллармен 15%, теңгемен жылына 25-30% кіріс беретін дүние. Ол ондай емес, ол саған қазір салдың, ай сайын 400 мың. Ондай дүние жоқ. Бірақ сондайды білмейміз да, ақымақ жолмен соған ақшаны салып тастаймыз. Салып тастаймыз да, шығара алмай, сосын Еркебұланның жекесіне жазамыз, мынаған ақшамды салып тастап едім, шығарып берші деп. Ақымақ жолдар да. Одан бөлек ақымақ жол деген мысалы кейбіреулер болады, отбасында қарым-қатынас дұрыс емес, соны ақшамен жауып тастауға тырысады. Әйелмен ұрысып қалды, гүлмен жаба салам деп ойлайды. Гүл жаппайды оны. Қарым-қатынасты шешу керек, дұрыс па? Немесе анау қызым iPhone алып бер дейді, немесе қыз iPhone да сұрамайды. Әйтеуір қызымен дейтін күнделікті уақыт бөле алмайды. Бірге қызы деген өзінің кішкентай баласын айтып жатырмын, немесе ұлы. Соған уақыт бөле алмайды жұмыстан, сол уақыт бөле алмаған өзін кінәлі сезінеді, кінәсін жабу үшін оған сыйлықтар сатып алып береді. Ақымақ жол ғой, себебі баланың дейтін қарым-қатынасты шешу үшін оған сыйлық бермейді, қарым-қатынасты беру керек қой, Сондай ақымақ жолдарға ақшаны жұмсауға тырысамыз да, адал келген ақшаның барлығын ақымақ жолдарға жұмсаймыз. Содан кейін тұрамыз да, кредит алып аламыз, өте потребительский кредит та, холодильникті кредит алып аламыз, кредит аламыз да, той жасаймыз, ең жиі кездесетін той ғой, енді тойға кредит алады. Той жасаймыз да, соның процентін төлеп жүреміз. Ақымақ жолға кетіп жатқан ақша да. Осындай ақымақ жолға кетіп жатқан ақша бізді болашақты ойлауға мүмкіндік бермейді. Қолымызға ақша түсті ма, сразу жан-жаққа беріп тастауымыз керек. Сосын біз өзімізді аяй бастаймыз да, ой, менің ақшам жоқ, қолыма ақша түседі, сразу ананы төлеуім керек, мынаны төлеуім керек, өмірім қандай қиын деп. Сен өміріңді өзің жасап жатсың ғой. Кредитті өзің аласың. Мен ата-анама кредит алып бердім. Мен туыстарыма, саған ешкім кредит жоқ, мен алып бермеймін десең, мұрынды кесіп болмайды ғой ешкім, Әрбір шешімге өзіміз кінәліміз, сөйтеміз да біреуді кінәлап отқан бізге ыңғайлы, адал келген ақшаны осындай ақымақ жолдарға жасаймыз. Төртінші жол. Төртінші әрекет, ол кішкене андай бір түрлі естіледі, бірақ ол тоже бізді баюдан ұстап қалатын дүние. Қалай айтылады? Күндіз түні жұмыс істеу. Күндіз, мынандай бір жақсы сөз бар, Фордтікі ғой, деймін, қателеспесем. Күндіз түні жұмыс істейтін адамның баюға уақыты жоқ дейді. Бізге жұмыс алғашқы ақшаны алып келеді. Бірақ күндіз түні өзінің бір ғана жұмысын жасайтын адам. Күндіз түні жұмыс жасайтын адам. Мысалы мұғалімді алайық, таңертең жұмысына барады, түнге дейін жұмыс жасайды, отчет толтырады, жұмыс жасайды, білмеймін. Ол адамның баю туралы, қаржылық сауаттылық туралы, инвестиция туралы, капиталын өзгерту, дамыту, капиталын өсіру туралы ойлануға мүмкіндігі бар ма? Жоқ мүмкіндігі. Потому что басын алмай күндіз түні жұмыс жасайды. Ертең оған көбірек ақша тап десе, ол қандай шешім қабылдайды? Қалай ойлайсың, қандай шешім қабылдайды? Екінші жұмысқа тұрады, дұрыс па? Яғни баю туралы ойланудың орнына екінші жұмысқа тұрады да өзінің уақытының барлығын, тек қана уақытын 10 мың теңгеге сағатын сатар, ең жақсы дегенде да. Сөйтіп уақытын сатумен ғана айналысады. Бірақ ана бос уақыт табуға тырыспайды. Бос уақытта тапса, сразу демалайық, телевизор көрейік, TikTok көрейік, Instagram көрейік, сондай басқа дүниелер. Бос уақыт болса, ең бірінші анандай ойлану керек қой. Мен өмір бақи сонда айына 300 мың теңге тауып өмір сүремін ба? 300 мың теңге жарай таптым делік. Бірақ ол тапқаннан түк қалмаса, қалай мен байым? Менің капиталым жоқ болса, оны қалай өсірем? Соны ойлану керек қой адам деген да. Тек қана түннің ортасында ұйықтайын деп жатқан кезде, сол кезде ғана ойланбау керек қой, күндіз ойлану керек қой адам деген, дұрыс па? Ал ондай адамдар мысалы, жұмыс жасаған жақсы, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті дейді, еңбек еткен дұрыс. Бірақ еңбекті ақылды жасау керек қой. Стив Джобс айтады ғой, нужно работать не 12 часов, а головой деп. Неге орысша айтып жатырмын да, 12 сағат жұмыс жасамау керек, баспен жұмыс жасау керек дейді да. Ол дегеніміз кез келген жұмыстың эффективті жасауға мүмкіндіктер бар. Мысалы, кезінде кейбір ауылдарда да бар шығар, Зина деген тігін машинасы. Сол Зингер деген миллиардердікі. Сол миллиардер кісі бір жерде жұмыс жасаған кезде, жерді қазатын жерде жұмыс жасайды, сағатына $2 алады. Ол сосын не істейді? Біраз ойланады, біраз жұмыстар жасайды, жұмысының бос уақытының барлығын бір механизм ойлап табуға тырысады. Сол механизм жерді жылдамырақ жатады. Сол машинаны $9,000 сатады. Енді ойлаңыз, ол сағатына $2 табады, айталық, жақсы ақша емес қой. Бірақ ананы сатқаннан кейін
$9.000 сата алады. Бұл 12 сағат жұмыс жасамай баспен жұмыс жасаудың мысалы. Тек қана еңбек ету ол сізді бай етпейді. Көбірек сұранысты қанағаттандыру бай етеді. Еңбекпен де біз сұранысты қанағаттандыра аламыз. Мысалы, мен нан пісіретін болсам, өзімнің еңбегіммен күніне 100 нан пісірермін. 100 адамның сұранысын қанағаттандырамын. Ал егер мен тек қана қолмен жұмыс жасаудан емес, фокусым ана 100 нанды қалай көбірек 100 емес, күніне қалай 200 нанды пісіре аламын деген ойда фокуста болсам, мен уже қолмен еңбек етуден бас тартып, кішкене 2 адамды жұмысқа алып, сондай көбірек нанды пісіру туралы ойлана бастаймын да. Сондықтан менің ойымша таңертеңнен түнге дейін тек қана жұмысын ойлап, мысалы охранниктер болады да, мысалы охранник жаман емес, просто охранада отырып алып, бос уақытында кітап оқып, дамудың орнына бос уақытында TikTok көреді да көбісі. Сондай ойдың барлығын, фокустың барлығын алып тастап, жұмыстан басқа дүниені ойламайтын, басқа дүниені ойласа, бос уақытында демалуды ғана ойлайтын адамдар, менің ойымша, байлығына кішкене кедергі болады. Кішкене андай қарама-қарсы түсініктегі ойлар көп болуы мүмкін, бірақ осы менің ойымша дұрыс. Және бесіншісі ол мен қараймын, біздің Қазақстанда енді байлар көп емес. $1 миллион бар адамдар 55 мың адам дейді. 55 мың адам деген енді 20 миллион адамның 1% 200 мың адам. Яғни 1%-не жетпейді, 0,25% $1 миллион бар. Енді $1 миллион бар адамдардың барлығы бай деп айта алмаймыз. Но более-менее бай дейікші. Сонда біздің Қазақстанда 19 миллион 945 мың адам бай емес. $1 миллион капиталы жоқ. Айталық. Көпшілікте қарасақ, қандай проблема? Капитал, инвестиция, актив, пассив, активімді көтерейін, капиталымды көтерейін. Ондай ойды мүлде ойламайды. Ақша жинайды, ақшаны не үшін жинайды? Көбісі ақшаны не үшін жинайды? Бір дүниені сатып алу үшін. Камераға ақша жинап жүрмін, саяхатқа ақша жинап жүрмін, көлікке ақша жинап жүрмін, үйге ақша жинап жүрмін, компьютерға ақша жинап жүрмін, мынандай киімге ақша жинап жүрмін. Әйтеуір бірдеңеге ақша жинап жүрмін. Бірақ өкінішке орай баюға ақша жинамайды. Баюға ақша жинау менің ойымша айфонға ақша жинаудан, камера сатып алуға ақша жинаудан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Ай сайын белгілі бір соманы жинайсың, белгілі бір капиталға айналдырасың. Капитал деген енді бір ощутимый бір ақша дейікші. Айталық, ай сайын 500 мың табасың ба, ай сайын 50 мың теңгеден жинайсың. 10 айдың ішінде 500 мың теңге шығады, бір айлық жалақың шығады. 20 айдың ішінде 1 миллион теңге шығады. Депозитке жинасаң, ол 1 миллион 200 мың теңге болып шығады 20 айдың ішінде. 1 миллион 200 мың теңгемен ақырындап уже инвестиция жасап, кейбір квартиралар ақырындап уже инвестицияны дұрыс облигацияларға жасасақ, дұрыс жерге жасасақ, капиталды жылдамырақ көтеріп, ақырындап өзіміздің тұратын үйіміз емес, инвестициялық квартираларды ойлануға болады. Инвестициялық акция, инвестициялық облигация, инвестициялық алтын, күміс, әйтеуір капиталды көтеретін, капиталды ұлғайтатын дүниелерді жасауға болады. Бірақ көбісі ойланбайды ол туралы. Неге ойланбайды? Себебі ұзақ. Жылдан бай болып кеткіміз келеді. Менің ойымша жылдан бай болып кету деген болмайды. Мен мысалы инвестициямен айналысып жатқаныма, ақша жинап, капитал жинап жатқаныма, міне 2017 жылдан бастап 8 жыл өтті. Баймын ба? Жоқ. Бай болғым келе ма? Иә. Алыс па байлығым? Білмеймін. Мүмкін алыс, мүмкін жақын. Мүмкін жақындап қалған шығармын да. $1 миллион бұйырса бар. Бірақ ол маған баймын деген сезімді бермейді. Мен капиталымды ақырындап жинап, пассивно, маған пассивті түрде жылына $1 миллион жететіндей жағдайға жеткізсем, тема. Ол мүмкін ба? Мүмкін. Ол үшін мен ақшаны көлікке жинап, көліктерім бар. Менде қателіктерді миллион жасаған, осы айтылған дүниелердің барлығы мен өзімнің басымнан өткізіп, содан кейін ғана сіздерге айтып жатырмын ғой. Қымбат көліктер алғам, олардың барлығын мен қазір сатып, ақырындап инвестицияға салғым келіп жатыр. Кім сатып аламын дейді, өздеріңіз білесіздер, сатып алыңыздар. Бірақ осындай дүниелер да, мен де жасаймын. Инвестиция жасаймын, квартиралар сатып аламын. Менің айтып жатқан дүниемнің барлығы бірден айтайын, ақиқат емес, басқа емес, ол мен тек қана менің пікірім. Кім менімен келіседі, лайк басыңыздар. Менен басқа мен жіберіп алған дүниелер болса, комментарийға жазыңыздар. Кім менімен келіспейді, дизлайк басыңыздар. Бірақ бүгін осындай серьезный әңгіме айту. Әдетте байқасаңыздар, видеоларымда кішкене күліп, сондай әңгіме айтамын, бірақ бүгін серьезный әңгіме айтуға тырысып отырмын осындай. Капитал, инвестиция, акция, облигация деген дүниелер көңіл бөлу керек.
білімге көңіл бөлу керек, денсаулыққа көңіл бөлу керек. Олардың барлығы бізді байлыққа алып келетін дүниелер. Анандай емес. Менің туыстарым мені ұнатпай қалатын шығар. Мен не істесем одобрение алам, ондай дүние емес. Біздің жауапкершілігіміз бар, отбасымыз бар, бала шағамыз бар, ата-анамыз бар. Олардың бақытты өмірі біздің де жауапкершілігіміз. Өзіміз ғана емес. Сондықтан ақымақ шешімдер қабылдамау керек, білім алу керек, білімге көңіл бөлуіміз керек. Білімді біз ойлаймыз да, бір курсты оқып аламын да, сол курстан мен қазір бәрінен білім. Жоқ, бір курс жеткіліксіз ғой. Ұдайы курс, ұдайы кітап, ұдайы білім алып отыру керек, дамытып отыруымыз керек өзіміз. Сол кезде үйренеміз. Мысалы, капитал, осы видеоның өзінен. Капитал деген не? Актив деген не? Пассив деген не? Инвестиция қалай жасайды? Акция деген не? Облигация деген не? Ақырын қарап көріңіздер, Google-дан іздеп көріңіздер, ChatGPT-ден іздеп көріңіздер. Уже бірдеңе ұғып аласыздар да. Уже мынандай ойланудың тәсілін үйреніп аласыздар. Ал егер де осындай акция, облигация, инвестиция қызық болса, мен Instagram парақшам бар, кіріңіздер, көріңіздер. Ал мынандай консультация алам десеңіздер, базовый консультация да, сізге дейтін қалай байып кетесің деген жолды консультацияда көрсете алмаймыз. Инвестицияның жолын барлығын консультацияда көрсете алмаймыз. Бірақ қай бағытта қозғалайын деген консультация алам десеңіздер, менің командам бар, сіздерге консультация жасай алады. Мына жерге номерін қалдырайын, жазыңыздар, консультация алғым келеді деп, сіздерге скидкамен қазір 10 000 теңгеге консультация жасап бере алады. Сондықтан үйреніңіздер, біліңіздер, жасаңыздар. Осы мен айтқан 5 дүние, менің ойымша, мен неге оны серьезно айтып жатырмын? Себебі сондай адамдардың осы тірліктері өздерін шұңқырға тығып, өздерінің болашақтарына өздері осындай қиын дүние жасап жатқаны мені кішкене қынжылтады. Сондықтан да мен кішкене анандай күліп емес, серьезный, ауыр дүниелерді айтып жатырмын. Ауыр дүнием сіздерге ұнаса, лайк басып қойыңыздар, поделиться деп достарға, туыстарға жіберіңіздер. Себебі жақсы сөз бар да, дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады деп. Жылатып айтыңыздар, күлдіріп айтыңыздар, білмеймін, әйтеуір айтыңыздар жан-жақтарыңызға. Қараңыздар, айналамызда бай, дәулетті, бақытты адамдар өмір сүрсе, рахат емес па, я? Одан артық не керек? Айналаңда бәрі күшті болса да, сол бәрі күшті болу үшін біз өзімізді дамытайық, байық, дәулет жинайық, бақытты болайық. Бәріне де соны үлес қосайық. Сондықтан таратыңыздар бұл видеоны. Келесі видеода кездескенше.